EMA 2016 марапатына небәрі 2 ай қалды. Ендеше жақын арада біз қайтадан үздік музыкалық арнаның супер шоуының куәсі боламыз. Ең танымал орындаушылар шығармашылықтарындағы жетістіктерін атап өтіп, көрерменге ұмытылмас эмоция сыйлау үшін бас қоспақ. Ал бүгінде жұлдыздар елдің ықыласына бөленіп марапатқа ие болу үшін жанкүйерлерін өздеріне дауыс беруге шақыруда. Сондай артистердің бірі үздік орындаушы категориясының номинанты Ернар Айдар. Әнші EMA күнделіктері үшін эксклюзивті сұхбат беріп, шығармашылығы мен евразиялық музыкалық марапаттан үміттенетіні жайлы сөз етті. Ернар шығармашылық шыңының бірінен соң бірін бағындыруда. Концерттермен Қазақстанда аралап шыққан әнші артынша шетелдік тыңдармандардың жүрегін жаулау үшін аттанды. Сол сапарында Моңғолия мен ресейлік жанкүйерлері жас артисті құшақ жая қарсы алған. Музон телеарнасына мен өзім не бергем, уәде бергем. Моңғолия елі мен Россия елінен келгеннен кейін жаңағы сұхбат берем қалай болған деп. Сол жайлы айтып кетсем, жалпы Моңғолия еліне бардым мен, өте керемет. Біздің бауырлар, қандастар жақсы, керемет қарсы алды. Россия елі, Алтайский республика дейді, Алтай елінде. Барлығы керемет болды, өте бір ерекше сезіммен оралдық. Шығармашылығындағы 6 жылда ол тыңдармандарының махаббатына бөленіп бүкіл Қазақстанды аралап шықты. Басты номинацияның потенциалды жеңімпазы Айқын Төлепберген, Әли Оқапов және Қайрат Нұртас сияқты жұлдыздармен сайысқа түспек. Ернар өз кезегінде қарсыластарының бәрін жеңіске лайықты деп отыр. Барлығы лайықты деп атай аламын. Себебі енді барлығы мықтылар, барлығы енді қазақ халқына танымалы, еңбектеніп жатыр. Әрқайсының өзінің бір қолтаңбасы бар. Мен айтам, барлығы лайықты деп ойлаймын. Ал үздік қыздар тобы номинациясында Ернардың өз фавориттері бар болып шықты. Естеріңізге сала кетсек, үздік Girls Band атағы үшін Кешью, Аюми, Асыл, Даус Интернешнл, Лашын және Нури топтары таласқа түспек. Енді мен қыздар арасында топтардан айтатын болсам, қазір енді Аллаға шүкір, Қазақстан эстрадасы шоу-бизнесі жақсы дамып келе жатыр, барлығы еңбектеніп жатыр. Оларды біз қарамай жүрміз десек ұят болады. Біз қарап жүреміз. Қазір енді мен ойлаймын, Кешу тобы өте бір еңбекқор. Мен енді еңбектеріне ризамын сол Кешу тобының. Және сол кісінің сол қыздарды басқарып отырған продюсері Баян Есентаева ханым өте еңбекқор, өте істің көзін біледі. Мен өзім ризамын. Енді алдағы уақытта жұмыстарына табыс тілеймін. Сол кісілер, сол енді қыздардың арасында сол бір топты бір сызып айтып кетемін. 25 жастағы әнші өзінің шығармашылығындағы жоспарларын да әңгімелеп берді. Жаңа әндер жазып, клиптер түсіруді мақсат еткен Ернарды болашақта үлкен экраннан көріп қалуымыз ғажап емес. Жанкүйерлері әншіні енді актер ретінде тануы мүмкін. Мен шығармашылығымда енді жаңалықтар Музон телеарнасы жалпы білетін болады. Мен енді Республика сарайында ән болды, оны көрсеттік те. Енді алдағы уақытта жаңалықтар, жаңа әндер, жаңа бейнебаян және кино деген сөз шыққан бізден. Сол киноны түсіреміз деген әлі біз дайындықтамыз енді. Бәсекелестік туралы сұраққа Ернар Айдар онсыз өмір қызық емес деп жауап берді. Сондықтан болар ол өз номинациясынан жеңіс күтеді. Ана бір сөз бар ғой, мен екінші адаммын Қазақстанда, қалған бәрі бірінші адам деп. Сол сияқты барлығы лайықты, солардың қатарында тізбегінде болған мен үшін де ол жеңіс деп білем. Ернар Айдар болашақта жыл сайынғы марапаттың сыйлығын бірнеше мәрте алудан дәмелі. Ендеше сүйікті әртістеріңіз EMA 2016-ның жеңімпазы атансын десеңіздер, оған SMS хабарламалар арқылы дауыс беріңіздер. Енді қатысушыларға айтарым, тілегім, жалпы еңбектенейік. Ең басты оғым не? Ең басты оғым осы қазақ халқына қызмет жасау, қазақ халқына жақсы әуендер шығару, бағалап жатқан халқымыздың үмітін ақтап, еңбектеніп, бір-бірімізді қолдап жүре берейік. Барлығына жеңіс тілеймін, барлығына сәттілік тілеймін. Мен Ернар Айдар 2016 жылғы EMA байқауында мені ең үздік әнші деп бағаласаңыздар, маған дауыс беріңіздер, мені қолдаңыздар, үміттеріңізді ақтаймын деп ойлаймын.